Жалағаштық жастар енді бос уақытын тиімді пайдалана алады. Ол үшін облыстық жобалық кеңсе аясында жергілікті бюджеттен 5 миллион теңге қаржы бөлініп, жастар ресурстық орталығының жанынан коворкинг орталығы ашылды. Шахмат, тоғызқұмалақ, үстел теннисі мен спорттық жаттығуларға арналған шағын зал. Мұның барлығы жаңадан жабдықталған орталықта қарастырылған. Сондай-ақ коворкингте келушілер тегін ғаламтор жүйесін пайдаланып, компьютерлік ойындарда ойнай алады. Аудан әкімі орталық тынысымен танысып, жастардың жұмысына сәттілік тіледі. Ол жастардың уақытын тиімді пайдалануға, яғни осы жастардың нағыз демалатын идеясын дүниеге келтіретін, соны жүзеге асыратын орталық болу керек. Жастардың бәрі, әр жақта жүрген жастардың бәрі осы жерде келеді, ой бөліседі, жаңа технологиялар үйренеді, спорттық ойындарға өзінің басқа да кәсіби деңгейлерін шыңдайды. Осының бәріне жағдай жасауға біз енді аудан бюджетінен 5 миллион қаражат бөлдік. Орталықты көруге асыққан аудан тұрғындарының бірі 16 жастағы Құралай Аймұратқызы. Жастардың талғамына сай безендірілген бөлмелер еркін тыныстауға мүмкіндік беретінін айтқан ол достарымен бірге әнде шырқады. Өмірдің бар бағалы, досыңсыз бар ма мәні, бұл әнім жан достарға арналады. Бұл жерде барлығы еркін түрде жасалған. Біз ерікті жастар болғандықтан бізге барлығын біз еркін жасай аламыз, яғни өзімізге ұнаған іспен шұғылдана аламыз. Ол үшін бізге арнайы мамандар өздерінің көмегін көрсете алады. Және де біз үшін зор мүмкіндіктер жасалған. Жігіттер жағы PlayStation келді, PlayStationге оғанып жатыр, ақылы көптер шахматқа, тоғызқұмалаққа өздерінің шеберлігі барлары теннис ойнап жатыр. Әртүрлі кітаптар жалағаштың шежіресі, тарихы тұр. Ол тарихтың болғаны өте жақсы, өйткені біз тарихымызды білуіміз керек. Тарихыңды білмей, болашағыңды болжай алмайсың деп айтады. Мұнан соң жастар кеңесінің кезекті отырысы өтті. Күн тәртібінде қаралған 3 мәселенің алғашқысы жастарға тегін кәсіптік техникалық білім беру. Бүгінде 82 жалағаштық жас серпін 2050 әлеуметтік жобасы бойынша білім алуда. Сондай-ақ Ресей, Корея, Белоруссия, Қытай елдерінің жоғары оқу орындарында өз мамандығын игеріп жатқан студенттер бар. Кез келген жағдайда қызмет көрсететін жастарға қолайлы, жастардың бос уақытын тиімді пайдаланатын коворкинг орталығы ашылды. Бұл орталықта жастарға спорт жағынан болсын, білім жағынан болсын, және де өзіне қызмет көрсету, өзіне жағдай жасау, өзінің іс қағаздарын жасау үшін барлық жағдайлар жасалған. Бұл біздің жалағаш жастар үшін үлкен мүмкіндік. Биыл ауданда дипломмен ауылға бағдарламасы аясында 118 жастың жұмысқа тұруына қолдау жасалған. Ол үшін республикалық бюджеттен қаржы мәселесі шешілген. Кеңес барысында жастарды қолдау бағытындағы жоспарлар айқындалды. Сондай-ақ Жаңадария мен Аламесек ауылдық округтеріндегі жас буынды толғандырған мәселелер тыңдалып, құзырлы мекеме басшыларына спорт және өнер үйірмелерінің жұмысын жетілдіру тапсырылды. Асқар Тәжиев, Бөгенбай Абасилов, Тосқан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Жалағаш ауданынан.